Петропавлда қарттар күні кең көлемде аталып өтілді. Салтанатты шара әдеттегі қалалық мәдениет үйінде емес, жастар сарайында ұйымдастырылды. Залда ине шаншар жер қалмады. Облыс орталығының зейнеткерлерін төл мейрамдарымен шаһар басшысы Марат Тасмағамбетов құттықтады. Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету, ата-бабадан келе жатқан салтымыз. Сіздерге қамқоршы болу біздің халқымыз үшін үлкен қасиет. Қымбатты қариялар, аяулы аналар, сіздерді мерекеңізбен құттықтай отырып, мықты денсаулық, әр отбасына береке, бірлік, мейірім мен ашық аспан тілеймін. Бүгінде Петропавлда 47 мыңға жуық зейнеткер тұрады. Оның 66-сы Ұлы Отан соғысына қатысқандар. 3800-ден астамы тыл еңбеккері. Барлығы ел дамуына сүбелі үлес қосып, ерен еңбегінің жемісін көріп отыр. Мынау жастар сарайында мынандай жақсы концерт өтейінде батыр. Бұл бүкіл осы біздің қаламыздағы тұратын зейнеткерлерді шақырып, соларға көрсетудің мынау біздің акиматтың ісі. Сондықтан мынау өзіміздің қала акиматына, қаланың ардагерлердің төрағасына осыны ұйымдастырғанға рахмет деп айтамыз. Гүлдер мен ыстық ықылас. Бүгін барлық қошемет пен алғыс қариялардың құрметіне. Сахнадан төгілген ән жыр шумақтары әр зейнеткердің жүрегіне жол тартты.